Сәлеметсіздер. Қазір енді ерекше жағдай, бір ауру тарап жатқан мезгіл. Бірақ бұл біздің жаңа көріп отырған мәселеміз емес. 2003 жылдар, 2002 жылы, 2003 жылдарда сарыс ауру деген пәлекет тарап, кейін жоғалып кеткен. Ол да саптыйлған. Бұл ауруда дәл сол сияқты бір тарап, бір шулатып барып, елдің тәубесін есіне түсіріп барып жоғалады деген ойдамын. Енді мен ішіп отырған бұл сусын қазақтың дәстүрлі асы шұбат. Бұны енді қазір осындай құмыралап та шығарып жатыр. Шұбат туралы елдің түсінігі әр қалай. Кезінде бір досым аяқ астынан хабарласты. Осындай көлік алмақшы едім. Хайландер деген жақсы көлік бар екен, жақсы машина бар екен, соны алсам қалай? Қандай көлік алғаным дұрыс деп хабарласты. Ойбай, ол қайдағы ақша, не деген аяқ астынан көп ақша болып кетті, ол қымбат көлік қой деп ем. Мен әкемнен қалған 5-6 түйені бірақ сатпақшымын. Түйе бағу деген азап екен, одан да қалаға түсіп, сол көлікті жалдап оғып жұмыс істемекшімін дейді. Содан жарайды, мен сенің үйіңе барайыншы деп, артынан үйіне бардым. Екеуміз кеңестік. Кешіп батты. Содан мен түйенің қасиетін айттым. Түйеден айырылмауға кеңес бердім. Сол шұбатыңды сатып жүре бер. Шұбатты тіпті де жақсы қып сат. Түйені тіпті де көбірек бақ деп кеңес бердім. Жаңағы машина алам, көлік алам деп желпілдеп отырған досымның көңілі сәл басылып қалғандай болды десе де, көп жақтан енді талдау жасап бар білгенімді айттым. Енді артынан өзі де ойланған болса керек, басқалардан да сұрап, кеңес ала келе сол фермасын үлкейтіп құрды. Қазір енді 1 кило шұбат 80 юан, 100 юанға дейін барған кезде мұртын балта шаппай бір керемет кәсіптің жолын тауып алды. Міне бұл біздің кейде алтынның үстінде отырып, басқалардың күмісіне, мысына таңсық болатынымыз, басқаларға қызыға беретініміз, өзіміздегі барды бағаламайтындығымыздың бір мысалы болса керек. Сондықтан бүгін бір қазақи әңгімелер айтудың жөні келіп отыр. Мұны қой ғажап нәрсе. 4 түлік малдың ішінде қойдың да өз қасиеті бар. Бір жолы бір қой кешкі өрістен қайтқанда қиналып жатты. Қайта қиналып, олай аунап, бұлай аунап, шықынып қиналып жатқан. Соны біз қорқып, бұл әкеу бір қате нәрсе жеп қойды ма, не оқып қалды деді. Бір сақа шопан кеп көрді де, ой, ештеңе етпейді, бүйі жеп алған екен деді. Біз аң-таң қалыстық. Сөйтсек, қойларыңыз мына жазықта жүрген бүйіні тарпып жеп алады екен. Бұл не үшін? Бірі жаңағы бүйі елді зақымдамасы үшін керек болса, екінші жағынан қойдың ішінде ауру болса, құрт болса, сол бүйі жегеннен кейін күрт жағдай жақсарып кетеді екен, семіріп кетеді екен. Сонда сол бүйі жеу арқылы өзін емдейді екен. Міне көрдіңіз бе, табиғат деген сондай ғажап жаратылыста бір нәрсенің емін тағы бір нәрсеге беріп қойған. Табиғаттың бойында барлық нәрсенің өз емі бар екен. Одан кейін мына Аустрия деген жер бар, 10 мыңдап қой бағатын. Бұл шетел, әрине қойлар керемет өскен, бірақ бір кесірі қой жақсы өсіп жатыр, десе де семірмейді. Шөп жеуден ерінеді, жатып алған қойлар. Өте жалқау. Алдын әкеп берсең де жемейді. Содан бұдан шопандар тарығып, қойға дерттер без жұғып, шетінен жата беретін көтерем болып, сондай әлжуазданып кетті. Сол кезде осы қазақтан бір шопан барған екен. Мына Аустралия деген жерде қазақтар бар екен, білесіздер. Ол жердегі шопандар, қазақтың шопандары кәдімгідей маман деңгейінде сөйлей алады. Оны құрметтейді, профессор атағын береді дегендей. Сонда әлгі шопан көріп, мына қойларға кеп бір қасқыр салып жіберу керек. 10 мыңдай қой жатыр. Қасқырды әкеп, бір жақ шетінен салып, бір 10-20-сын қасқыр енді жемейді ғой, бауыздап өте береді. 10-20-сын сойқап ар жағына шыға кетті. Соны ұстап алған. Соны арада бірнеше өткен соң тағы бір сап алған. 10-20 қой және де зақымдап өте шыққан.
енді бұндай шығын бола бергені дұрыс па деп жаңағы қарттан сұрапты. Содан кейін біраз уақыт өткен соң қарт айтыпты, ал енді қойларың қайтты деп. Сөйтсе қойлардың бәрі сергек, жан-жағына қарап, жаңағы шөпті деген апыл-ғұпыл жеп, тез-тез қимылдап, сондай бір тетік мінезге өткен. Демек, қотан-қотан, қора-қора қойдың емі қасқыр екен. Қасқыр тиіспесе, қой өспей қалатын жағдайда болады екен. Шөп жемейтін, сондай салбөкселікке салынатын, тұрмайтын орнына. Қасқыр тиіскен қой тез өседі дейтіннің де бір себебі сол болса керек. Қасқыр демекші, мына әдетте кейбір адамдар қасқырдан сақтану үшін ала арқан ала жүреді екен. Ала арқан. Содан кешке жататын кезде шамасы келсе бүкіл табынды ала арқанмен, шамасы келмесе өзін ала арқанмен қоршап қояды екен. Сол ала арқаннан қасқыр секірмейді дейді. Ғажап нәрсе. Сонда бір малшы жаңағы қалың қасқырдың ішінен атпен, көлігімен аман қайтқан. Бұдан қандай амал қолдандың деп сұрағанда, сонда бір шыбар ала арқан сүйретіп отырғанын айтыпты ғой. Шыбар сонда ала арқан сүйретіп отырғанда соңынан ерген шиеберлер батпаған. Арқаннан қорқады екен. Міне бұл да бір табиғаттың бір ғажап тарпан қасиеті. Қазақ неге суыр жемейді? Неге сасық күзен жемейді? Не борсық ештеңені жемейді? Енді емге борсықтың еті деп, майы деп пайдаланатын шығар, бірақ ешқашан оларды жемейді. Неге? Жаңағы қасқыр мен түлкінің де терісін ғана алады. Неге олардың етін жемейді? Өйткені олар табиғатта сондай бір вирустар сақталып отырған екен. Оны ғалымдар енді біліп жатыр да. Оба деген вирустың табиғатта сол тышқандардың бойында жүретіндігін енді біліп жатыр. Ал сол дәуірде біздің ата-бабамыздан бері аңшылық дәстүрінде қазақ қоңыраңның ішінде аңдап сол өте тазасын ғана жеген. Албаты аңға тиіспеген. Терісін алса алған, бірақ етін сол күйінде тастап, көміп тастайтын болған. Бұл енді дала заңына бойсыну дейміз ба, даланың, табиғаттың сырын білу дейміз ба, бір ғажап қасиеттің бірі. Жаңағы егер түлкіні жейтін болса, түлкі даладағы тышқанды жейтін болса, немесе қасқыр тышқан жеп қойған болса, немесе бір ауырған аңды жеп қойған болса, онда адамға таралатын еді ғой. Сондықтан жыртқыш аңға қазақ еш уақыт жоламаған. Жыртқыш аң ит қоректі аңды жемеген. Жесе де шөп қоректі қоңыр аңдарды аулап жеген. Аң аулаудың да өзіндік мезгілі болған, өзіндік дәстүр, өзіндік тиімі болған. Аң төлдейтін кезде еш уақыт ауламаған. Балық төлдейтін кезде балық ауламаған. Аң тұрса да ысқырып барып ататын болған. Қашып кетсе, оның өз мықтылығы, өзінің сезгірлігі. Жаңа иттің иесі болса, бөрінің тәңірісі бар деп. Ол қашып кетсе, оның киесіне ұшырамаймын деп ойлаған. Және аңда да кие болатындығын, ие болатындығын біліп, дер кезінде табиғат заңдылығына бас иген. Мен бір нәрсеге таңғалам, қазақ көшсе жұртын тазалап кетеді. Бұл енді кейін жапондықтар да бар екен. Бір жерден кетсе дереу сол үйді керемет тазалап кететін дәстүр. Бұл басқа көп халықтарда жоқ. Және қазақ бір жұртына басқа ел қонса, қайырлы болсын сіздерге бізден бір қалған еділ жұрт деп жыр арнайтындай, сондай бір құрметпен қарап кетеді. Енді бізден қалған дүние сіздерге қайырлы болсын деп аттанады. Жамандық тілеп аттанбайды еш уақыт. Міне бұныңыз бір біздің Сахара халқындағы ғажап бір үлкен ерлік, үлкен ұлы жүрек деп айтуға болады. Сосын бір досым айтады, аң аулайтын едім дейді. Үнемі қақпан құрам елмен бірге. Басқалардың қақпанына түседі аң, менің қақпаным қатып қалады дейді. Өйткені мен күл себетімін. Ол суықта қатып қалады, қақпаным сол күйі жабылмай қатып қалады. Басқалардың қақпаны шарт-шарт істеп тұрады. Бұның сырын білмей жүрмін дейді. Сөйтсе, бұның сырын артынан бір атасы айтып беріпті. Жаңағы жаздың күні қойдың көңін әбден кептіріп алады екен де, дорбаға сабап, қыста сал көңді жаңағы қаншама 40 градустық суықта да көңді бетіне теуіп қойса, ол еш уақыт қатпайды екен. Көңнен пайдалану,
малдың өн бойындағы алтындардан сырт көңінен де дұрыс пайдалану қазақты бүгінге жеткізген дәстүрдің бірі болу керек. Енді осындай аңкөс достарым көп болған, және солардың біреуінің әңгімесі бұл аттың қылынан, құйрық қылынан, сосын басқа да тәсілдермен тұзақтарды көп жасаған. Бертінде әрине кішкентай темір тұзақтар да пайда болды ғой. Сондай тұзаққа бір жолы суыр түсіріпті. Суыр түсірген. Басқалар әдетте бір барып ұрып қана өлтіре сап, суырды сатып жүреді. 20-30 юаннан бала үшін оңай ақша емес. Сонда маған да бір суыр түсіп қалды дейді. Содан барып суырды ұрайын десем, ана байқұс бетін басып балаша жылайды дейді. Жүрегімді ауламады дейді. Кәдімгідей бала сияқты жылады дейді. Содан бәкіммен тұзақты кестім де қоя бердім дейді. Аңның киесіне жолықпаған деген өте жақсы. Бір тамаша жігіт бар еді. Сондай аңды өте көп аулайды. Бірақ қазір жолы тым болмай жүр. Әйеліден қанша береді. Осы үйленгеннен бері әйелі аурумен келе жатыр. 20 жыл болды. Өзінің де әл-ауқаты жақсы емес. Бір жұмыс бастаса болды, кедергіге ұшырай береді. Сонда ауылдастарымыз айтады, бәлкім сол аңның киесіне қалықпалда осы ер жеткенше осы ауылда аң қоймай, маңайдағы ұсақ түйектің бәрін аулаушы еді. Су тышқаннан тартып, суырдан тартып қоймаушы еді. Кекілік, шылдың барлығын аулай беруші еді. Сонда үйіндегілер қой деп айтпаушы еді. Сол бәлкім аңның киесіне қалып қойды ма екен деп бір жорамалдап отырады. Енді кекілік пен шыл демекші, олардың ұқсайтын жері де бар, ұқсамайтын жері де бар. Оның қазақ бәрін мінез сырын білген ғой. Мысалы, бір шыл тұзаққа түссе дейді. Мына жылқының құйрығынан тұзақ жасап, балалар ауылда шылды аулайды. Сонда құстарды аулайды. Сонда қараңыз, бір шыл тұзаққа түссе, маңайына кетпей қалған шылдардың көбі тұзаққа түседі екен. Ал кекіліктен біреу тұзаққа түссе, қалғаны бірақ қашады екен. Міне бұл мінез. Шылдың боғындай шашырақ деп жатады қазақ. Бірақ өздері топтасып жүреді. Ал кекілік олай емес. Сонда солардың мінездемелеріне қарай, олардың аулаудың да қызықты бала күндері сондай бір әдіс тәсілдері болғанын айтады достарым. Содан бір жылқышы досым бар еді. Ол мынадай үнемі әңгіме айтады. Жылқы әдетте енді баққанға біраз қиын жаны бар. Оның қиын болатын себебі алтын сияқты бір орында тұрмайды ғой. Жел сияқты дереу жөткеліп, желмен жарысып, өзінен өзі орын ауыстырып, топтасып, шауып кетіп, ойнақтап кетіп сондай тұрады. Сонда сол жылқыны ұйықтатады екен. Дем алу үшін жылқыны ұйықтатам дейді. Ал жылқыны қайтып ұйықтатқан? Қобызбен ұйықтатады екен, сыбызғымен ұйықтатады екен. Қазақ тарихында бір бота жетім қалса, тағы бір нарға алдыру үшін, немесе бір ботасы өлген нарды ету үшін көбінде қобызбен күй шалады. Сол арқылы қазақ тарихында нар идерген деген күйлер бар. Қазақ қандай? Өзінің күй мәдениеті, күй дәстүрі арқылы, күй өнері арқылы бүкіл табиғатпен етене болып кеткен. Қазақтың күйі негізі табиғаттан алынған, соның сырлы симфониясы деп айтуға болады. Бұл өте ғажайып. Сондықтан біздегі күй өнері ұшан теңіз, оны зерттеу, оны зерделеу, оның байыбына бару өте бір тылсым тақырыптың бірі. Өйткені бұрын қазақ бір елден бір елге бір үлкен соғыс болса, немесе өлім жітім болса, бір естірту болса, оны күймен жеткізетін болған. Шыңғыс ханның баласы өлген кезде, Жошы өлген кезде оны ұлы күйші, ұлы би Кетбұға оны домбырасы арқылы жеткізген дейді. Сонда Шыңғыс хан осы өлімді естірткен адамның көмейіне қорғасын құям деген сол кезде домбыраның көмейіне сол қорғасын құйып, домбыраның тесігі содан қалыпты деген аңыз бар. Енді соңында сіздерге мейірім жайлы әңгіме айта кетейін. Бір жігіт өте аңқылдаған қазақ азаматы осындай Алматының маңында үй жалдап тұрады. Қазақ жігіті қалай? Тамақ істесе де, үлкен шал мен кемпірді шақырып қонақ қылып, әйтеу бір жұмысы болса барып өзінікіндей көріп істейсі, үнемі солардың баласы сияқты жүреді. Соны бір жолы шал мен кемпір қаншама рет ауырады. Біресе шал ауырады, біресе кемпір ауырады.
түннің бір уағында ауырып қалуы мүмкін, бәріне де доғдырға сол жігіт апарып жүреді. Әрі онысына ешқандай бір ақы, ешқандай бір қайтарым қарымжы тілемейді. Ал шал науқастанып жатқанда анау Ресейдегі Москвада жүрген ұлы мен қызын шақырады. Оның барлығы сылтау айтып келмей қояды. Жаңағы шал мен кемпірдің қанша рет шақырса да науқастанып жатқан кезінде келмейді. Бірақ соны доғдырханада баласындай күтіп жаңа қазақ азаматы жүреді. Ол ата-анасы алыста қалған жігіт екен, бірақ орыс кемпір мен шалды өзінің ата-анасындай сыйлап құрметтейді. Бұл жақсылықты қалай қайтарарын білмеген орыс кемпір мен шал жаңа қатты разы болып жүреді. Бір күні және де сондай шал екен талып қалады. Қан басым ұстап қалады. Сондай ауруханаға барып. Содан бұл болмайды дейді. Кемпірмен ақылдаса келе, біз бір күні аяқ астынан өліп қалуымыз мүмкін. Сонда мына біздің үйіміз сенің атыңда қалсын деп. Сенің қаншама жақсылығың өтті, 2 жылдан бері деп ресми нотариустап отырып, ресми жаңағы кепілдіктерге барып, заң орындарына барып отырып, кепіл болатын заң орындары арқылы үйді егер шал мен кемпір қайтыс болатын жағдайда жаңа көршісіне өткізіп беру туралы ресми құжат тастырып тастайды. Бір жолы осындай қалалықтан ұқтыру түседі, қала құрылысынан. Бұл үй көпірдің жанында болғандықтан бұзылатын болыпты, және бұл үйдің өтемақысы үшін $200,000 үкімет қаржы бермекші. Бұл хабарды естіген zaman Ресейдегі ұлы мен қызы келіп алады. Бірақ шал мен кемпір айтқан екен, бұл үйден сендерге бір тиын жоқ. Өйткені біз заңды жолмен көршімізге өткізіп беріп тастадық. Біз қиналған күнде келсеңдер қайда жүрсіңдер, біз ауырған кезде келсеңдер қайда жүрсіңдер. Мейірім дегеніміз осындай ұлы екенін білдік. Оның осындай ғажайып нәрсе екенін білдік. Ол ақшамен ешқашан өлшенбейді екен деп балаларын аттандырып салды. Артынан екеуі де бірінің соңынан бірі қайтыс болған. Әрине соншама мал мүлік жаңағы мейірімнің арқасында, сондай адамгершілігінің арқасында қазақ жігітке тиесілі болған екен. Жарайды, сондай қай қашанда, қандай бір қиын күндерде болса да, қандай бір қиыншылықтарда жүрсек те, адамдығымыздан айырылмасақ, ұлы мейірім деген нәрседен айырылмасақ, біз әрқашанда жеңістен жеңіске жетеміз. Табиғаттың сондай тылсым заңдары бойынша сыйлайтын бір сыйлығы дайын деп есептеймін. Өйткені табиғаттың бүкіл жаратылысы сондай байланысқа ие. Бір жақсылық істесеңіз, қазақ айтады, бір қозы туса, бір шөптің басы айыр шығады деп. Бір жақсылық істесеңіз, оның сол адамнан болмаса да басқалай жақтан қарымырсы болатыны сөз жоқ. Бүгінгі қазақи әңгіме осыраға дейін. Ауру тарап жатыр әрине, бірақ ол жазылмайтын дерт емес, ол осындай таза шөп жеген, таза малдың осындай дәріге бергісіз сусындарын уағында ішіп өзінің иммунитет қуатын арттырып отырған адамға өлім әкеле қоймайды деп ойлаймын, және оған жұға қоймауы да мүмкін. Өйткені сарыс ауру кезеңінде бір мындай қызық болған. Ішкеріде бір серіктікте 4 қазақ жігіт пен 4 қанзу жігіт бірге жатқан. Сондай серіктіктің жатағында жатқан. Бірақ сарыс ауру сол жатаққа жұғымдалып, 4 қанзу жігіт артынан ауруханаға түскен. Ал 4 қазақ жігітті де апарып тексерген, бірақ олардан жаңа вирус белгісін байқай алмаған. Содан бұлардан қандай тамақ жейсіңдер дегенде үнемі бұлар сондай ауылдың жігіттері екен. Олар ауылдан үнемі қойдың майына қуырдақ қуырып беріп жібереді екен. Үнемі сол қуырдақтарын қойдың майымен жеп отырады екен. Осы керемет болу керек деп, содан бастап жаңағы қойдың құйрық майына қуырылған қуырдақ, немесе қойдың құйрық майы нешесе қымбаттап кеткен. Әлі күнге дейін Шинжаңда ішкерде тіпті қойдың құйрық майы басқа етінен кем емес бағада сатылады. Міне бұның өзі нақтылы дәлелден шыққан көріністер. Нақтылы дәлелдемекші, жаңағы қаншама емханадан шығарып тастаған науқастарды, қаншама емханадан шығарып аяқ басы ауру деп тастаған, өкпе туберкулез деп тастаған науқастар осындай шүбәт ішіп жазылып кеткен нақтылы мәліметтер бар. ЖХУ сайтындағы түйе сүтінің пайдасы туралы мәліметтерге назар аударалық. Бұл енді түйе сүтін ақ алтынға балайды.
Өйткені бұның құрамында өте жоғары витаминдер бар және ауруға қарсылық иммунитеттік қуатты арттыратын өте көп элементтер бар. Витамин С сиыр сүтінен 3 есе делінген. Ал темір құрамы да өте жоғары деген. Бұл тіпті темір құрамы сиыр сүтінің 10 есесіне тең келеді деген. Сосын мына инсулин деген элементі сиыр сүтіне қарағанда әлдеқайда жоғары. Бұл 52 бірлікті қамтиды. Сиыр сүтінде тек 0,16 элемент қана қамтылады. Демек, бұның құрамындағы белок пен кальцийдің құрамы өте жоғары. Сиыр сүтіне қарағанда әлдеқайда жоғары деп отыр. Сосын бұның ең маңызды жеріне бұл адамның иммунитеттік системасын жоғарылатады. Бұл жерде анық жазылған түйе сүті емдік қасиетке ие, шипалық қасиетке ие деп анық жазылған. Сосын Германияның мына сүт өнімдеріне талдау жасайтын Марбахы деген профессоры, үлкен маманы, түйе сүті таңдау мен қанттың несеп ауруына шалдығушылардың ауруындағы инсулинға қажеттілігіне пайдалы деген. Сосын бұл нәрестелерге, сәбилерге өте пайдалы деген. Түйе сүті ас қорытуы нашар адамдарға, ас қорыту жолдарында мәселе бар, немесе жоғары қан қысымы бар ауруларға емдік қасиеті өте жоғары деп бағалаған екен. Аурудың алдын алу дегеніміз өте маңызды. Соның ішінде мына төсек тартып жатқан адамдарда бұл орасан зор қуат береді. Жатқан адамды орнынан тұрғызып жіберетін ерекшеліктері бар. Және бұл өнімді денсаулық сақтау ұйымына жатады, өніміне жатады. Содан кейін кейбір аурулардың тууының алдын алады. Бұл енді ғұмырды ұзартады дегенмен бірдей ғой. Одан кейінгі түйе сүтінің маңызды ролына келсек, ол дене қуатты арттыру. Құрамындағы май қышқылы, темір, витамин Б, витамин С сияқты элементтер адам денесіндегі қуаттық қажеттіліктерге, адам денесі өте қажет ететін энергиялар, өте қажет ететін элементтер деген сөз. Осының барлығы адамның ауруға қарсылық қуатын, дене қуатын жоғарылатады. Ресми түрде адамды қуаттандырады деген сөз. Сосын бұл қарттықтың алдын алады. Бұрын менің атам да үнемі ішетін, үнемі жатар кезінде ішіп жататын, содан денсаулығы өте жақсы болады. Сонда бұл адамның қартаюын тездететін кейбір элементтердің алдын алады және зат алмасуды жақсартады. Денедегі артық зәһәрларды жоғалтып отырады. Бұндағы әсіресе адам денесіне ең қажетті болған витамин С элементі түйе сүтіндегі әрқандай сүтқоректілердің сүтінен көп дейді. Бұл дегеніміз қартаюдың қарқынын ақырындатуға өте маңызды ролға ие. Әдетте балалардың көбінде гай жетіспей жатады. Балаларда, нәрестелерде мына кальций жетіспей жатады. Біздің балаларда да сондай ахуал болды. Неше түрлі кальцийдерді бердік, бірақ толықтанбады. Әйтеу ақшұлмектей болып, кальций кемдігі толықтанбады. Сосын біз балаларға қымыз бен шұбатты көп бердік. Сол кездерде кальций толықтанып өте жақсарып кетті. Дәрігерлер таң қалды бұған. Сендер қандай дәрі бердіңдер деп таң қалып жатты. Сонда бұның ішіндегі жаңағы азықтық құрамы жағынан, қуаттық жағынан балаларға өте пайдалы. Әсіресе балалардың мына өкпесіне, көп жөтелетін балаларға, өкпесі әлсіз балаларға бұл шұбат өнімдер, түйе сүт өнімдері өте жақсы болады. Өйткені оның өкпедегі иммунитеттік қуатты арттырады, өкпені тазартады, жақсартады, клеткаларын жаңалайды деген сөз. Адам денесінде холестерин деген элемент бар. Ол көбейсе таңяуин болады, қантты несеп ауруына ұшыраймыз, немесе түрлі науқастарды осы холестерин келтіріп шығарады, семіздік сияқты. Енді Сомали деген жерде адамдарды тексерген кезде олардың көбі түйе сүтін ішеді екен, және түйенің етін жейді дегендейін, сондай жануарлар етін жейді, майын жейді. Дәл сондай жағдайда олардың денесіндегі холестерин мына 1,5 литр на граммнан төмен болған екен. Бұл адамдар қантты несеп ауруына ұшырамайды деген сөз. Оны алдын алады деген сөз. Көрнекті түрде алдын алады. Денедегі холестерин төмендетуіміз керек, холестеринді. Бұдағы түйе сүтінің ролы өте жоғары. Түйе сүтін тұтынбайтын өте көптеген елдерде қантты несеп ауру өте көп болады. Индияда мынадай бір мәліметтер келген. Түйе сүтінің калориясы төмен морожениларды, чай және кофелерді бірлестіріп берген адамдарға. Бұларда қантты төмен болатын жағдайға көмектескен. Төмен қантты ауруларға көмектескен. Бірлескен мемлекеттер ұйымының астық және ауыл шаруашылық группасы түйе сүтінің құрамындағы витамин С элементі сиыр сүтінің құрамындағыға қарағанда 3 есе жоғары деп бағалаған. Одан соң темір және тотықпаған май қышқылы болатындығын айтқан. Және витамин Б сияқты қуатты азықтықтар болатындығын айтқан. Каллор Жолфсон деген ғалым зерттеу нәтижесін айта келе, қанты төмендеп кеткен аурулардың қант құрамын теңшеуге көмектесті. Бұның ролы өте жоғары болды деп бағалаған екен. Сондықтан бүкіл қаладағы қанты төмен адамдарға зор мөлшерде түйе сүтін ішуді дәріптеуіміз керек деген екен. Сонымен бірге бұл гликозаға төзбейтін науқастарға өнімі күшті болады екен түйе сүт. Арнаулы мамандар түйе сүтінің құрамындағы витамин С-ның көптігіне және ондағы белок пен
темір құрамдарының сиыр сүтінен көптігін айтқан, және оның май құрамы мен лактоза құрамы сиыр сүтінен төмен болған. Бұл дегеніміз түйе сүтін көп ішкен кезде глюкозаға кері әсер беретін науқастардың өте жоғары талғамы екендігін, сондай науқастарға ем болатындығын, ауру жағдайын жақсартатындығын, тамаша талғам екендігін атап көрсеткен. Инганджуайн деген науқас бар, индиен глафит дейді клиникалық тілде. Әрі солтүстікте тұратын көптеген аз ұлттар өкпе науқастарында ем ретінде қарап келгендігін, сондай жергілікті емшілікте түйе сүті, шұбаттар өте маңызды өріде қолданатындығында бұл жерде атап өткен. Ал енді бірлікте мына Дубайдағы ақ алтын өндіру базасы деп қаралған түйе сүті зауытына назар аударып көрейік. Көлемі мұншалықты үлкен көлемде дейді. Бұда 4200 бас түйе бағылады екен. Әрбір түйенің арасын түрлі бөлгіштер арқылы бөліп қойған, және бір қораға көп болғанда 25 түйе қамаған. Бұлардың жемі де енді және де сиырлармен ұқсап кетпейді. Жемге өте мән береді. Жем құрамына мән береді. Бұда түрлі бұршақ тектес, азықтық қуаты жоғары жемдерді берген. Маяларын жақсы иіу үшін міне арнайы өзінің төлін салып, ботасын емізіп барып, етіп барып сауып отырған. Бұл да белгілі деңгейдегі ғылымилық жаратылыстың өз заңына көңіл бөлу деген сөз. Енді Дубайда бір түйеден 7 литр сүт алады екен. Енді бірақ басқа өңірлерде, Европаларда қарасаңыз, бір сиырдан 25-40 литр сүт алып жатады. Бұнымен салыстырғанда түйенің сүт беруі әрине мардымсыздау, одан аздау деген сөз. Сондықтан да ол қымбат. Және Дубайда түйе баққанды өте көп қимылдатады. Үнемі бір қорада қайырып қоймайды, олардың еркін қимыл жасауына көп мән береді екен. Бір күнде 6000 литр сүт алынады екен. Олар дер кезінде мәнерленіп, дезинфекцияланып, тазартылып, адамдарға базарға ұсынылады. Бұл жерде де түйе сүті мен сиыр сүтінің парқын айтып өткен. Май құрамы төмен, жаңа витамин элементтері жоғары дегенді бұл жерде де айтып өткен. Фермада сүттің 3-тен 2-сі сатылады дейді. Нақтылы сүт ретінде сатылады, ал қалғанынан ұнтақ жасалады, нәйфін жасалады. Сүт ұнтағы жасалады. Міне мынау 2008 жылы түйе формасында нағыз түйе сүтінен өндірілген шоколад. Жылына 100 тонна осындай шоколад өндіріледі. Қандай керемет қарасаңыз. Бірақ бұл Дубайда емес, Аустрияда өндіріледі екен. Ауделида өндіріледі. Аустрияда. Дубайлықтарда саудаға өте мықты. Аустриядан әкелген шоколад ұнтағы мен, Пілтіс жағалауынан әкелген көкө бұршағы мен, Мадагаскардан әкелген түрлі дәмдендіргіш, иістендіргіштерден пайдаланып, ақырында өздерінің Дубайда өндірілген шоколадты жасап шыққан. Бұл шоколадтың бағасы да өте қымбат. Бір тал 70 грамм шоколадтың, ауырлығы 70 грамм келетін шоколадтың бағасы 6 евроға теңгерген. 6 евро дегеніміз 60 юан деген сөз. 70 граммды 60 юанға сатып отыр деген сөз. Бұның өзі қазақтың астаған мәдениетінде бір ғажап емшілік сырдында жатқандығын білдіретін болса керек. Сондықтан қолда бар әсірді қадірлей білейік. Қолда бар жұмысымызды қадірлей білейік, қолда бар кәсібімізді қадірлей білейік. Мысалы, атадан жалғасып келе жатқан осы кәсіпті тіпті де бағын жандырып жалғастыруға біз борыштармыз. Біз нағында ақ алтынның үстінде отырған халықпыз. Егер күні ертең осы шұбатты ішкен, осы түйе сүтімен үнемі қоректенген адамдар жаңа вирусқа да қарсылық қуат жоғары немесе оны жұқтырмайтындығы дәлелденетін болса, онда бұның килосы 100 юан емес, 1000 юанға да, тіпті 100 000 юанға да бағаласа артық кетпейтін болуы мүмкін. Өйткені зәруге дәру деген сол. Кейде біз бағаламағандықтан ғана арзан көп нәрселер байқамағандықтан, соны дұрыс базарға сала алмағандықтан, соны дұрыс жарнамалай алмағандықтан ғана арзан. Әйтпесе бұл шынында ондай арзан болуға тиісті емес. Жаңағы бейне материалдарымызда 70 грамм түйе сүтін 60 юанға жаратқанын білдік. Демек, граммы 1 юан болып отыр деген сөз. Ендеше, бұның ар жағындағы құн шексіз. Оны қалай іске жаратамыз? Ол біздің қаншалық ғылым техникаға сүйенуімізге байланысты. Қаншалық өз бойымыздағы білімді, саудалық тәжірибені іске қосуымызға байланысты. Бүгінгі ой бөлісім осыраға дейін. Қашанда қазақ өз жарасын жалап-жалап сақайтып жіберетін бөрі сияқты халық біздің астаған мәдениетімізде де бүкіл әлем мойындайтын үлкен сыр құпиялар сақталып жатыр деп сенемін.